Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай жұмсақ, үлпілдек болып шығатын дәмді бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 200 мл жылы сүт құямыз. Одан кейін оның үстіне 4 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық ашытқы саламыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май және 2 ас қасық қаймақ саламыз. Қаймағымыз міндетті түрде салқын болмау қажет. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып қойыңыз. Және барлығын араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минут өткен соң біздің ашытқымыздың беті көпіріп, осылай көтерілу қажет. Егер көтерілмеген болса, онда біздің ашытқымыздың, яғни дрожжейіміздің мерзімі өтіп кеткен болуы мүмкін. Міндетті түрде тексеріп көріңіз. Енді ұнымызды ашытқымыздың үстіне жаймен салып отырып, ашытқыны араластырамыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болып шығу қажет. Ұнның нақты мөлшері ол ұнға да байланысты. Өзіңіз осылай жаймен салып отырып біліп алуға болады. Ұнның барлығын бірден салып жіберсеңіз, қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Ұнның мөлшерін, яғни шамамен алғандағы мөлшерін описаниеға жазып кететін боламын. Бірақ сіз оның барлығын бірден салмай, жаймен салып қараңыз. Міне осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Содан соң қамырымызды ыдысқа салып, бетін жауып, 40 минутқа жылы жерге қоямыз. 40 минут өткен соң қамырымызды алып, қолымызды сұйық маймен майлап алсаңыз болады. Қамырымыздың бетін осылай басып илеп жібереміз. Қамырды осылай басатын болсақ, қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Енді тағы да бетін жауып, қамырымызды көтерілуге 40 минутқа қоямыз. Міне қамырымыз керемет болып көтерілді. Енді осыдан қазір үлпілдек, жұмсақ бауырсақтар дайындайтын боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Мен каналымда түрлі жеңіл рецептілермен және пайдалы кеңестермен бөлісемін. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіз және лайк, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Мінекей жұмсақ қамырымызды ұн сеуіп кішкене илеп аламыз. Содан соң оқтаумен жұқа қылып жаямыз. Енді жайып алған қамырымызды өзіңізге ыңғайлы тәсілмен кесіп алсаңыз болады. Осылай дөңгелек қылып кескен бауырсақтар дастарханда әдемі көрінеді. Осылай артық қалған қамырларды кері жайып, қайтадан кесіп салсаңыз болады. Енді кесіп алған бауырсақтарымыздың бетін жауып 10 минут қоя тұрамыз. Кішкене тағы да көтерілетін болады. 10 минут өткен соң майымызды әбден қыздырып, бауырсақтарды пісіріп аламыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, бауырсақтарда осындай шұңғыл ыдысқа пісіретін болсақ, бауырсақтар жақсы көтеріледі. Міне біздің бауырсақтарымыз жақсы көтеріліп, әдемі болып шықты. Дәмі де өте керемет. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.